эфирден шығып барып сразу ыстық сұрыпқа ішіп алдым. Енді үйге келіп үйді жинайын деп шештім. Тап-таза қылып жинап қойдым, гарнитур жуып. Мына жақта өзімнің қолдашыларым берген сыйлығын естіп әдемілеп қойдым. Маған негізі айналардың таза тұруы өте маңызды. Вот айналарды жуам бірінші, өйстіп комнатаны әдемілеп жинап қойдым. Негізі көп күн болды жинай алмай жүргеніме. Міне қолдашыларым берген сыйлықтары тағы да. Теперь ванна қалды дегенде жинап тастадым уже. Бүгін пысықтығым ұстап жатыр жалпы менің. Да. Последний комнатаны кіреберіс жинап тастадық. Пысықадан едік. Та-дам! Енді душқа түсіп, ұйықтаймыз дәрімізді ішіп. Осылай көңіл-күйім болмағанда үйді тап-таза қылып жинап, таза атмосферада барып душқа түсіп, жатып, кино көргенге не жетсін. Маған жалпы осындай домашний вайб деген ұнайды. Сіздерде қалай? Аружан мен сыйлықтарын әкеп бізбен бөлісіп жатыр. Болды. Рахмет. Бол, Аружан жан, қарында рахмет саған ниетіңе. Өзіңе қалдырып үйіңе апарып же. Мен ешкімді сүймеймін, ешкім ұнамайды, өтірік сезім болған.